Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 30 минутта дайындалатын шоколадты пирогтың рецептісін ұсынамын. Пирог өте керемет болып шығады, тіпті ауызда ериді десе де болады. Сол себептен де рецепті соңына дейін қараңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: ұн, ұнтақ жармасы, ерітілген сары май, айран, какао, жұмыртқа, қант және де ас содасы. Барлық заттардың толық құрамын тағы да описаниеге жазып қоямын. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластыруға болады, көпіргенше, аппақ болғанша араластыруымыз қажет. Ерітілген сары май құямыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне айран құямыз. Айранның температурасы маңызды емес, менде салқын айран болды. Енді осының үстіне жарты қасық ас содасын саламыз. Тағы да барлығын жақсылап араластыруымыз қажет. Елекке ұнды салып қойдым. Оның үстіне какао қосамыз. Осы електегі құрғақ ингредиенттерді біздің жұмыртқалы массамызға 2-ге 3-ге бөліп салуымыз қажет. Барлық ұнды бірден салып жіберетін болсаңыздар, біздің қамырымыз аласа болып шығуы мүмкін. Жақсы көтерілу үшін осылай бөліп салған дұрыс. Біз қопсытқыш салған жоқпыз. Айран мен ас содасының көмегімен біздің пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Одан соң ұнтақ жармасын, яғни орысша манна крупаны саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң біз 5 минутқа осы қамырымызды қойып қажет. Өйткені осы ұнтақ жармасы кішкене ісініп, біздің қамырымыз қоюлана түседі. Сол кезде пирогымыз жақсы болып пісетін болады. 5 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. 5 минуттан соң қамырдың консистенциясы осындай болады. Осындай қоюлықта болу керек. Енді біз формамызды дайындаймыз. Менде диаметрі 22 см болатын форма. Егер сізде диаметрі 18 см немесе 20 см форма болса, оны да пайдалана берсеңіздер болады. Міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеңіздер, немесе пергамент қағазы болмаса, сұйық маймен, сары маймен жақсаңыздар болады. Қамырды саламыз, және де қызып тұрған пешке салуымыз қажет. Мен алдын ала 5-10 минут бұрын пешті қыздырып қойдым. 180 градуста менде қазір қызып тұр. Пирогты пешке саламыз. Шамамен 30 минуттай, 35 минуттай піседі. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеруге болады. Мінеки пирогымыз осындай болып шықты, өте жұмсақ. Мен ағаш таяқшамен тексердім. Ол құрғақ болып шығуы керек. Толықтай суыттым. Суыған соң өзіңіздің қалауыңызша әсемдеуге болады. Тіпті үстіне ешқандай нәрсе жақпасаңыздар да болады. Мен қазір сгущенка жағып жатырмын. Сіздер қалауыңызша крем немесе жеміс жидектермен әсемдеуге болады. Тіпті оны ешқайсысы болмаса, жай ғана кесіп шаймен жей берсеңіздер болады. Ол кремсіз де, сгущенкасыз де өте дәмді. Үстіне какао салдым. Осылай електен жаңағы ситадан өткіздім. Пирог өте жұмсақ болып кесіліп жатыр. Қазір бірге дәмін көретін боламыз. Бұл пирог сізге және сіздің отбасыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алғаш рет жасағаннан өте керемет сәтті шығады. Маған өте қатты ұнады. Шын айтсам, 1 сағаттың ішінде пирогтың барлығын мен отбасым жеп қойды. Сол себептен де мен сіздерге кеңесім, пирогтың құрамын 2-ге көбейтіп жасасаңыздар, үлкен пирог шығады және де көпке жететін болады. Онда бірақ кішкене формасын үлкейту керек болады. Пирогтың дәмі енді сөз жоқ, керемет, мен кәдімгі сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк қойып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өйткені алдағы уақытта әлі де өте көп рецепттер болады. Пирог сізге міндетті түрде ұнайды. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжанат. Қош сау болыңыздар.